Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге қысқа арнап қызанақтың шырынында қияр жабатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ең алдымен банкаларымызды жақсылап парлап аламыз. Оның ішіне укроп таяқшаларын салып шығамыз. Бұрышты бөліктерге бөліп салып шығамыз. Чеснокты тазалап, 3 талдан осылай банкаларға салып шығамыз. Лавр жапырақтарын саламыз. Түйірлі қара бұрыштан салып шығамыз. Енді қиярымызды банкаға онша толтырмай салып аламыз. Міне осылайша біз банкаларға қажетті заттардың бәрін салып алдық. Енді оның үстіне қайнаған су құямыз. Құрметті көрермендер, мен каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Таныстарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Міне қайнаған суларымыз құйып болдық. Енді қақпағын жауып қойып қоямыз. Суым дегенше қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен соң суын ауыстырып аламыз. Арнайы крышканың көмегімен осылай суын ауыстырамыз. Бұл суын төгіп тастаймыз, тағы да жаңадан су құямыз. Қайнап тұрған суды құйып шығамыз тағы да екінші рет. Тағы да қақпағын жауып суығанша қойып қоямыз. Ол аралықта мен қызанақтарымызды жуып ет тартқыштан өткізуге дайындап қойдым. Мінекей ет тартқыштан өткізіп алдым. Енді оны елеуіштен өткізіп қызанақ шырынын жасайтын боламын. Осылай мінекей қызанақтың шырынын шығарамыз. Өте керемет қызанақтың шырыны. Енді оны газға қойып қайнатамыз. Өте керемет қайнап жатыр. Үстіне 1 қасық тұз саламыз. 2 қасық қант салып, жақсылап араластырамыз. Не біздің суымыз тағы да суыды. Енді оны тағы да суын құйып аламыз да қайнап тұрған қызанақтың суын құйып аламыз. Банкаларымызды суын төккесін оның үстіне тұзды салып шығамыз. 1 қасық тұздан салып, крышкамызды қайнаған суға салып қоямыз. Қызанақтың шырынын банкаларға құямыз. Шай қасықпен 1 қасық 70% уксус құямыз. Қақпағын жауып, енді банкамызды жауып аламыз. Мінекей біздің банкаларымыз дайын. Қыс мезгіліне арналып жасалынған қызанақтың шырынында қиярларды жасадық. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Қыстың күні өте керемет. Тамақпен жесеңіздер, суын ішсеңіздер өте керемет. Үйде жасап көрсеңіздер болады. Осы рецептпен әр жыл сайын мен жабамын. Достар, видеоның соңына дейін қарағандарың үшін көп рахмет.